Расыл және менің әріптесім Қалым Қайбар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ChatGPT және заманауи білім мен идея көзі. Ең алдымен жасанды интеллект пен ChatGPT-дің не екенін біліп алайық. Жасанды интеллект дегеніміз ол адамның ақыл ой қабілеттерін машиналық түрде беруге бағытталған ғылым саласы. Ал ChatGPT дегеніміз бұл OpenAI әзірлеген үлкен тілдік модель, яғни ол адам тіліндегі мәтінді түсініп генерациялауға қабілетті. ChatGPT қалай жұмыс істейді деген сұраққа келетін болсақ, ол ең алдымен бізге деректер жинап береді. Яғни сіз деген ChatGPT барсын қолданатын боласыздар, ChatGPT-ді. Соған запрос ақтарғанда ол бірден атып келмейді, бір 5-10 секунд күтеді. Яғни деректерді іздейді. Google-дан, Telegram-дан, Chrome-дан секілді. Содан кейін модельді оқыту. Сол деректер жинау сияқты, бірақ ол тереңдетіп, дұрыстап іздейді. Тілді өңдеу, яғни қазақша жауап береді. Сұрақ қойсаңыз ол сізге қазақша, орысша сұрақ қойсаңыз орысша жауап береді. Жауап беру, яғни соңғы бұл деген сізге сұрағыңызға сәйкес байланысты креативті сұрақ жауап береді. Идеалды генератор ретінде ChatGPT мүмкіндіктері. Бұл деген сізге жаңа идеялар береді, яғни деген сіздің жіберген запросыңызға сізге креативті күшті идея береді. Яғни ми шабуылы болмай күрделі мәселелерді шешу, көптеген нұсқалар ұсыну. Яғни бізде бір жарысқа барғанда бізге сұрақ қойылып, экологияны қалай дамытуға, қалай жақсартуға болады дегенде, біз осыны ChatGPT-ден сұрап, ChatGPT бізге тек қарапайым ғана емес, глобальный етіп жауап берді. Келесі креативті жазу, өлеңдер, әңгімелер, яғни мәтіндерді, тексттерін, сценарийларды қосып береді. Яғни әріптесін көрсете қояды. ChatGPT-ге өлең жазып берді, сценарий қойып. Мысалы, біздер осы ChatGPT-дің сайтына кіреміз де, осы жерде запрос деген болады. Сол запросқа мысалы мұғалімдер туралы өлең жазып бердік. Және ChatGPT осы асап ойланады да тиіс негізі қазіргі интернеттің мәселелеріне байланысты ол дұрыс орындай алмаудан. Келесіде жалғастыра берейік. Ендеше біз осы ChatGPT туралы көп ақпарат беруге енді қазір заман дамыған сайын біз ақпаратты көп алып жатырмыз. Сондықтан біз ChatGPT туралы көп ақпаратты білеміз деген үміттеміз. Яғни ендеше бізде осы ChatGPT-ді мұғалімдер өздеріне қалай пайдаға асыра алады? Сол сұраққа жауап бере кетсек. Бізде ең алдымен сол бағана ChatGPT-ді қолдану арқылы мысалы мұғалімдер өздеріне бүгінгі сабақты алады. Мысалы біз бағана осындай практика жөнінде жұмыс жасаған болатынбыз. Өлеңді шығарып болыпты. Міне біз осы Python-ға кіріспе айнымалылар, деректер типтерімен маған сабақ жоспарын жазып береді. Яғни сіздер осы ChatGPT-ге кіру арқылы өздеріңізге мысалы бүгінгі сабақ тақырыбын жазсаңыздар, сол ChatGPT-ге сіздер скрипт арқылы бересіздер. Яғни сол ChatGPT ол робот қой. Сол робот өзін мұғалім сияқты сезіну керек. Сол мұғалім сияқты сезіну арқылы ол өзінің барлық білгенін, мысалы барлық адамның сезімдерін жеткізуге тырысады. Сол арқылы ол мұғалімдерге барлығын түсіндіруге тырысады. Сол мұғалімдер бізге енді жеткізеді оны. Ендеше бізде осы ChatGPT-ге запрос жібердік. Бізге осы сабақтың мақсатын, күтілетін нәтижелер бізге барлығын осылай шығарып берген болатын. Яғни бұл біздің бір апталық жоспар деп бердік. Осы бір апталық жоспарға барлығын енгіздік. Осы арқылы мұғалімдер студенттердің сабақ жоспарын жаза алады. Яғни міне біз осындай жаздық. Мысалы, сен бағдарламалық жасақтаманы орнату кезінде пайда болатын оқиғаларды анықтаңыз. Және орнату процедурасын өзгерту туралы шешім қабылдау. Пәнінен арнайы пән оқытушысын сен енді осы пән бойынша маған аптаға арналған сабақ жоспарын жасап берді. Міне осы ChatGPT өзін как мұғалім секілді сезінді. Бізге осы екінші сабақ аптаның екінші күні ретінде үшінші сабақ деп барлығын түсіндіріп берді. Осылай бізге ChatGPT арқылы жаңа заманауи білім беруге болады. Енді біздің дайындап келген ойымыз бар. Осы екі партаға бөлінді, осы екі парта енді топ ретінде саналады. Осылай отыра беріңіздер.
мына осы жерде мысалы бірінші топ дейтін осынан кез келген 12 сұрақтың біреуін 12 санның біреуін таңдасын, соның ішінен қандай сұрақтар шығады, соған жауап береді. Жейді. Бірінші команда болсын. Осы команда. Сіз қай сандалайсыздар? Оқушылардың жеке қабілетіне қарай тапсырма құруда ChatGPT-ді қалай қолдануға болады? Ақылдасып, бір адам жауап берсеңіздер болады. Сол арқылы анализ жауап береді. Дұрыс жауап керек. Оқушының деңгейіне сәйкес жеңіл немесе күрделі тапсырмалар беру көмектеседі. Дұрыс. Бұл сұраққа сіздерге 20 бал берілді. Мұғалімдер ChatGPT-ді тек көмекші құрал ретінде емес, серіктес ретінде қабылдау үшін не істеу керек? Бағана айтып кеткенде, сұрақты қойғанда астына скрипт жазу керек. Бағанадай сіз өзіңіздің мұғалім сияқты сезініңіз деген секілді. Дұрыс жауап береді. Дұрыс жұмыста оны дұрыс бағытта қолдану, бірақ шешімді әрқашан мұғалімнің өзі қабылдау керек. Есеп 20-25. Неліктен 25 ұпай? Себебі бағана сұрақ бөлек күрделі болды. Оңай қиындығынан болды. Сіздер? Сіздерге тегін болды сіздер. Болашақта ChatGPT мұғалімнің жұмысын толық алмастыра ала ма? Алмайды. Дұрыс. Сіздер? Екінші баланы 25 ұпай аласыздар ма? Сіздер? Оның астында не? Оның астында. 14 бал. 14 таңдайсыздар ма? Оның астына қойды. Сіздер елу қойып алдыңыздар. ChatGPT мұғалімдерге сабақ жоспарын жасауда қандай артықшылық береді? Бағалау және тест сұрақтарын дайындауда ChatGPT тиімді ме? Тиімді, өте тиімді. Дейді. Жаңағы ол сен бар ойланып, жаңағы кітап ақтарып несе отыратын уақыт. Ең бірінші уақыттан ұтасың, уақыт тиімдігі. Ең бірінші уақыт ұтасыздар. Копировать ставить білсең болды. Екінші команда жасанды интеллект қолдануда мұғалім үшін қандай тәуекелдер бар? Жасанды интеллект манағы бірінші ғашық ол не программа не ол ағылшынша шыққан программа бірінші ол ағылшынша ойланып сосын барып переводтан сол кезде тем более біз қазақша қиын болған кезде аударғанда байқалатын сондықтан оған сенуге болмайды сен жол беру тәуекел сол жерде элементарный заттар бізде аударып беру болады. Дайын жауаптарды тым артқа сүйеп жалған ақпарат шығуы мүмкін дейді. Дұрыс. Сіздерде? ChatGPT оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға қалай ықпал етеді? Жалпы негізі
бір артықшылығы жаңағыдай адамды сенен көбі жақсы ойланады да, бірақ та кішкене бір несі қалай кейде артық несі де бар да жаңағыдай минусы да бар да, себебі баланың өзі сенің оянатын нәрселеріне келгенде миын қозғайтын уақыттарда чат GPT-дің арқасында кішкене сенбей қалатындығы да бар деп ойлаймын енді. Жалпы енді былай өзі ойланбайды ғой. өзі ойланбайды, баланың өзі миы ойланбайды, жаңағы ойланады, сол арқылы ақпарат алады, бірақ ол өзінің миын іске қосып қысқаша ChatGPT көптерді білім беру жүйесінде қандай қолдау көрсете алады? Төрт алты. ChatGPT қолданған кезде мұғалімнің кәсіби рөлі өзгеруі мүмкін бе? Екінші командаға. ойына оқушылар болады, сол тақырыпты ашылуына ашылап дополнительный көмекші туралы ғой. Сөйлетіп қоясың ғой оны. Түрім саласында сөйлетіп қойып отыра бірақ астананы ойлауынан Астананы ойлай алмайды. ChatGPT көмекші туралы ретінде қолдануға болады. Бірақ толық жойылмайды, мұғалім бағыт беруші және тәлімгер рөлінде қалады. Сіздер төртпен алған. Алтын. Қандай жағдайда ChatGPT-ге толық сенім артуға болмайды деп ойланады? ақпаратты Соңғы сұрақ екінші командаға. ChatGPT оқушылардың дербес оқудағы көмекшісі бола ала ма? Дербес деген ол яғни жекеше. Мысалы, бұндай бір қызық сұрақ бар, мысалы бір кез келген оқушы немесе студенттер бір белгілі бір мерзімде онлайн оқуға көшіп келген. Сол онлайн оқуға көшкен кезде мұғалімнің орнын ChatGPT-ге алмастыра алады ма? Алмастыра алады, сіздердің ойларыңызда. Егер де сондай жағдай болған кезде онлайн, мысалы оқушы өз бетімен үйден оқығысы келеді, мұғалімнің көмегінсіз. Ол тек толықтай ChatGPT-ның көмегіне жүгіне ала ма? Жауаптарыңызға рахмет. Осымен тест сұрақтары бітті. Екінші команда 175 ұпаймен 50 ұпай айырмасымен жеңді. Рахмет. Біз өзіміз ChatGPT-ге былай тақырып қойып ақылды шексіз идеялы. Яғни деген ChatGPT бұл деген бәріміз білеміз оны, бәріміз қолданамыз, оқушылар да, мұғалімдер де былай айтса, любой уақытта керек түсіндіріп береді, көмектеседі, сол секілді. Бірақ бізді ChatGPT-ді именно мұғалімдерге сабақ беру тәсілдерін көрсетіп, сіздерге, яғни бағана айтқан скриптер бар ғой, мысалы сен өзіңді мұғалім сияқты елестет, сол секілді сіздерге көрсеткіміз келді. Тағы да бізге код сондай бір нәрсе жазып беруге көмектесетін құрал екенін көрсеткіміз келді сіздерге.